Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кезде айтты, мысалы қарап тұрсаңыз, мына құрбандыққа байланысты бір хадисінде айтады, алғашқы кездері Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрбандықтың етін сақтауға тыйым салды. Неге? Өйткені Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, өзі тоқ болып көршісі аш жатқан бізден емес дейді. Үмбетін осылай тәрбиеледі. Шын мәнінде айтты, осы жолы құрбандық етін таратыңдар. Неге? Бұл жолы мысалы Мәдинаға келіп жатқан қанша басқа мұсылман елдерінен келіп жатыр, адамдар аш, сондықтан бұл жылы сақтауға болмайды. Түгел таратыңдар. Келесі жыл қайтады, я Расулалла, не істесек, 1/3 өздеріңе алып қалсаңыздар болады. Неге? Қазір аштық жоқ ондай. Халықтың жағдайы жақсы. 1/3 өздерің алдар, 1/3 кедей-кепшікке, 1/3 дос-жарандарға бөлісіп жеңдер. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмбетін әрдайым осындай жақсылық жасауға тәрбиеледі. Тіпті тек жақсылық жасаңыздар деген жоқ. Фастабиқул хайрат. Жақсылық жолында жарысыңдар дейді. Тек жақсылық жасаңдар деп тұрған, жақсылық жолында кім бір-бірінен асып кетеді екен? Жаңа Омар асып кетпекші болды ғой. Лан таналлу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун дейді. Сендер ізгілікке қол жеткізе алмайсыңдар дейді. Қолдарындағы жақсылықтың жақсы нәрсенің барлығын Алла жолында бермейінше жақсылыққа жете алмайсыңдар, игілікке жете алмайсыңдар дейді. Қараңыз, үмбетін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсылық жолында, осы қоғам үшін қызмет жасау жолында тәрбиеледі. Сахабалар солай істеді. Соның нәтижесінде қараңыз, біз әлі күнге шейін айтамыз, сахабалар ғасыры, бақыт ғасыры дейміз, аср саада, алтын ғасыр дейміз, исламның алтын ғасыры. Не үшін? Олар өздері үшін өмір сүрген жоқ еді. Олар елдің игілігі үшін өмір сүрді. Ел жақсы болсын деп өмір сүрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қызына бір күні ренжиді ғой. Я Расулаллах дейді, Фатима анамыз қандай жақсы көреді Фатима анамыз. Бірақ жақсы көргенсе де Фатима анамыз айтты, Я Расулаллах, қарашы, менде күнде қонақ күтеміз, жағы диірмен не қыламыз, қолымыздың бәрі жағы күс-күс болып кетті, әбден бір қызметші алсақ үйімізге қалай болмай ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына сахабалар менің, мына Бәдірдің, Ухудтың, шайқасының сахабаларының тоқ болмайынша қалай пайғамбардың қызына бұл жараспайды. Өзі шын мәнінде жағы екі иығына сумен тасып, құдықтан су тасып солай істеді. Неді? Қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз бақыты үшін өмір сүрген жоқ. Алайда сахабалар егер пайғамбарымыз қаласа, Хазіреті Омар келіп айтады, Я Расулаллах, мына жатысыңыз не, үстіңізде шидің ізі түсіп қапты ғой. Басқа мына қараңызшы, өзге елдің сұлтандары, патшалары мамық төсекте ұйықтайды. Біз сізге жағдай жасап бере аламыз ғой, Я Расулаллах. Көтеріп жүр десеңіз, көтеріп жүре аламыз. Ұйықтама. Дайын ет сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мәли вали дүния. Дүниемен менің не қатысым бар? Біз әшейін бір жолаушы секілдіміз, өтеміз де кетеміз деді. Солай үмбетін тәрбиеледі, өзі үшін өмір сүру үшін емес, өзгелер үшін өмір сүру үшін. Сахабаның тарихта орны қалған себебі сол. Олар өзгелер үшін, бақыт үшін өмір сүрді. Қараңыздар, өзгелер үшін өмір сүрген үшін әлі күнге шейін біз пайғамбарымыз, сахабалар бірден келіп кейбіреулерге айтсаң, неге сахабаларды айта бересің, неге сахабаларды айта бересің? Айта бересің, неге сахабалар болмаса ислам болмайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалғыз өзі не істей алар еді? Оған адал берілген достары болмаса, адал берілген сенімді серіктері болмаса, қанша жерден уақи түсіп тұрса да жалғыз пайғамбар ештеңе істей алмайды. Оған бүкіл көңілімен сенген жамағат керек, қоғам керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қоғамын солай тәрбиеледі. Сол үшін айтады ғой, сахабалар берген сайын дүние оларға келіп отырды. Олар дүниеден қашты, дүние оларды қуды дейді. Біз қалай қазір дүниені қуып жете алмай келе жатырмыз. Дүниенің артынан түскен сайын дүние жеткізбейді. Негізі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, адамның көзін толтыратын бір уыс топырақ қана. Не дегісі келді? Бір сай алтын берсең, екіншісін сұрайды, екіншісін берсең, үшіншісі болсын екен дейді. Адамның көзін бір уыс топырақ. Демек қанағат керек. Сахабалар қанағат етті, сабырлық танытты, шүкірлік танытты. Бірақ соның арқасында не істеді? Алтын ғасыр, алтын қоғам тәрбиеледі. Әлі күнге шейін біз айтамыз. Бақыт ғасыр еді, қой үстіне жұмыртқа. Не үшін? Өйткені олар өзгенің бақыты үшін өмір сүрді. Сол үшін жақсылық жасау, өзгенің бақыты үшін өмір сүру бір шетінен алған кезде жеке адамға мол сауап алып келеді. Оның сауабы шексіз. Өйткені Алла тағала бір жақсылық жасағанға 7-ден 700 есеге дейін сауап береді.
7-ден 700 деген бұл Алланың өлшемінде біз қандай екенін білмейміз. Біздің санамызға түсінікті болу үшін 7-ден 700-ге дейін ол шектеу емес. 700-дік көлемнің есесі қандай екенін Алла Тағаланың қолындағысы. Алла Тағала шексіз жомарт болса, шексіз мейірімді болса, 700-і қандай болатынын біз білмейміз. Сондықтан үмбетін жеке басқа пайдалы болған секілді, бұл қоғам үшін қандай пайда? Ең алғашқы мына қайырымдылық қорлары, қайырымдылық мекемелері құрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мен содан бастап сахабалар қоғамынан бері қарай ислам қоғамында еш уақытта қайырымдылық үзілген емес. Мемлекеттің қол жетпейтін жерлері болады. Кейбір адамдардың қол жетпейтін жерлері болады, бірақ мемлекет қол жетпеген жағдайда жеке тұлғалардың өзінің жеткізе алатын жағдайлары болады. Сондықтан да бұл жомарттық, мейірімділік жалпыға тән ортақ қасиет. Бұны дамытқан сайын жеке адамға пайдасы болған секілді қоғамға өте үлкен пайдасы бар. Шын мәнінде біздің қазақ даласын алып қарасақ, ислам мемлекетінің бүкіл мешіттерін, медреселерін алып қарасаңыздар, оның барлығы мына жомарт адамдардың, қайырымды, мейірімді адамдардың салған қаржысымен құрылған. Бүкіл қазақ даласындағы медреселерді алып қарасаңыздар, барлығы сондай қайырымды, жомарт жандардың нәтижесінде, мал мүлкін халықпен бөлісудің нәтижесінде қалай артынан ізгі. Неге? Бұл исламның тәрбиесі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, мына 3 адамның артынан амал дәптері ешқашан жабылмайды деп. Садақаты жария. Ешқашан арты кесілмейтін, өдемі ағып тұратын садақа шын мәнінде қоғам үшін жасалған нәрсе. Не үшін? Көпір жасайды, мектеп жасайды, медресе жасайды. Соған сенді үмбеті. Сол үшін не істеді? Біреу мешіт салды, біреу медресе салды, біреу жол салды. Өйткені қайтыс болып кетсе де бұл кісінің амалдары тоқтамайды. Тірі секілді бұларға сауап барады да тұрады, қияметке дейін сауап барады. Міне осындай тәрбиені алып өскен мұсылман қоғамы қолынан келгенше қайырымдылық қорларын, мешіттерді, медреселерді, қоғамға, больницаларды, тек қана мешіт, медресені шектеміз, қандай қоғамға, адам баласына тиетін қандай пайда бар болса, соның барлығын істеді. Сондықтан да қазір қоғамда мен айта аламын, негізі қазақ халқы жомарт халық. Қазақ халқы өз үшін жинайтын халық емес, негізі айтады ғой, шашу үшін жинайтын халық дейді. Шашу үшін жинайтын халық бұл өз дархан халық, жомарт халық, беріп үйренген халық. Міне осы беріп үйренгендіктен осындай Алла Тағала кең пейіл үшін осындай үлкен жер, үлкен ел, таза пейілді халық қалдырды Алла Тағала. Пейілі таза. Сондықтан да біздің халықтың рухында бұл бар қасиет. Бірақ бұны дұрыс тәрбиелей білу керек.